Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге мұздатылған, ашыған немесе срок өткен кілегей болса, онда тастамаңыздар. Сол кілегейден шоколадты кекс дайындайтын боламыз. Ашылған кілегейді негізінде кемінде 3 тәуліктей ғана сақтау керек деп сыртында жазылып тұр. Ал мендегі кілегейдің ашылғанына 3 аптадан асып кетті. Алдыңғы видеомда қараған болсаңыздар, балды торт жасаған болатынмын. Сол торттың креміне қолданғанмын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқаны саламыз. Үстінен қантымызды салып, қант ерігенше миксерлейтін боламыз. Енді үстінен кілегеймен сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Қопсытқышты какаоның үстіне салып, араластырып алып, бірақ салатын боламыз. Одан кейін ұнымызды саламыз. Бірден жылдамдығын қоспай, жаймен ішіне араластырып алыңыздар. Содан кейін барып, жылдамдығын қосып араластырасыздар. Неге десеңіздер, бірден араластырсаңыздар, ұнымыз жан-жаққа шашырап кетеді. Енді ыдысымызды жақсылап майлап, дайын массамызды құятын боламыз.
Мінекей құйып болдық. Енді бетін тегістеп аламыз. Одан кейін пешіміздің астына қойып, қызып тұрған пеште 190 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Мен дәл осы күйінде толықтай суытып, бірақ алып жатырмын. Сіздер де солай жасаңыздар. Енді ыдысымызды алатын боламыз. Одан кейін дәл ортасындағы астыңғы бөлігін алсаңыздар да, алмасаңыздар да болады. Мен дәл ортасындағысын пышақпен бөліп алып тастадым. Мінекей ортасын алып тастағаннан кейін осындай болып шықты. Өте әдемі болып шықты. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесіде қандай рецепттер күтесіздер, оны да жаза кетіңіздер. Қолдауларыңыз үшін үлкен рахмет.